Армысыздар ардақтағы ағайын, эфирде Арқа Ньюс. Студияда Райхан Сайранбек, бүгін көретіндеріңіз. Жыл аяғына дейін Қарағанды шаһарында 100-ден астам жаңа ойын, футбол алаңдары пайдалануға беріледі. Аппараттық кеңесте қаланы абаттандыру мәселелері қаралды. Қоғамдық көліктерде санитарлық талаптар сақтала ма, мұны Қарағандыдағы мобильді топ өкілдері рейд барысында анықтады. Ел егемендігінің 30 жылдығы қарсаңында атқарылатын шаралар жөнінде облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ерлан Құсайын брифингте баяндады. 100-ден астам жаңа ойын және футбол алаңдары және модульдік дәретханалар жаңа нысандар облыс орталығында 2021 жылы пайда болады. Қарағанды қаласының әкімі Ермағанбет Бөлекбаевтың қатысуымен өткен аппараттық кеңесте қаланы абаттандыру мәселелері қаралды. Қазыбек би ауданында 53 аула аумағында балалар және спорт алаңдары пайда болады. Оған 400 миллион теңге қарастырылған. Конкурстық рәсімдер өткізіліп, мердігерлер анықталды. Кейбір аулаларда жұмыс басталып кетті. Алаңдардың аумағы 3 есеге ұлғайтылды. Қуантарлығы жаттығу құралдары ерекше балалар үшін де жасалады. Сондай-ақ 7 заманауи футбол алаңы пайда болады. Бұл мақсатқа 158 миллион теңгеден астам қаражат бөлінеді. Сроки выполнения всех... Балалар алаңдары мен футбол алаңдарына қатысты барлық жұмыстарды орындау мерзімдері 25 қыркүйекке дейін. Бұл ретте сіздердің қолдауларыңыз бен депутаттарыңыздың арқасында бізге модульдік дәріханаларды орнатуға жарты жылдық бойынша ақша бөлінген атап өткім келеді. Мұндай пилоттық жобаны біз биыл жоспарлап отырмыз. Конкурстық рәсімдерді біз жарияладық. Алғашқы 2 модульді дәретхананы тамыз айында конкурстық рәсімдер аяқталғаннан кейін Нұркен Әбдіров даңғылы мен Республика даңғылын орнатуды жоспарлап отырмыз. Өткен жылғы аулалар бойынша ескерту көп. Бүгін таңертең біз контейнерлік алаңдарға бардық. Олар бойынша не істелуде? Әлеуметтік желілердегі шағымдар оңтүстік шығысқа Гапиев көшесі 23, 25, 31 үйлерге қатысты болды. Онда барлық жұмыстар жүргізілді. Біздің топ барлық ескертулерді анықтап, олқылықтарды ретке келтіру бойынша бірден мердігер ұйымдармен жұмыс жүргізеді. Октябрь ауданда да жұмыс қызу, онда 55 балалар алаңы абаттандырылады. Сондай-ақ 12 футбол алаңы пайдалануға берілмек. Олар негізінен аула клубтар бар жерде орналасады. Сонымен қатар халықтық қатысу бюджеті жобасы аясында заңсыз қоқыс орындары тазартылып жатыр. По бюджету народного участия Халықтық қатысу бюджеті жобасы азаматтардың бюджет процесіне кеңінен қатысудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Қарағанды қаласының Октябрь ауданында 7 абаттандыру жобасы жүзеге асырылады. Бұл менің ауламдағы бақытты балалық шақ жобасы. Лиза Чайкина көшесі, Пришатинск сектор, балалар алаңын абаттандыру. Қарағанды Экспо жұмыс кенті, балаларға арналған спорт жұмысшы кенті. Балалардың қуанышы, ата-аналардың тыныштығы, Ударная көшесі. Пришатинск сектор аталған нысандардың барлығында балалар алаңы да орнатылады. Что у вас по прошлогодним? Былтырғы балалар алаңқайы бойынша не айтасыз? Жаңа өзен Пришахтинск Майқұдық бойынша көптеген ескертулер болды. Узинка Пришатинск бойынша барлық мәселелер оң шешімін тапты. Қоршау торлары туралы сұрақтар болды. Бүгінгі таңда олар қалпына келтірілді. Жарықтандыру мәселесі де шешілді. Балалар алаңдарының сапасы бойынша шағым түскен болатын. 3 ай ішінде мердігер толық қайта қалпына келтірді. Жиналыста шағын гүлзарларды абаттандыру, сондай-ақ аялдамалардың жай күйі де қарастырылды. Ермағанбет Бөлекбаев аудан әкімдеріне нақты тапсырмалар берді. Қала тұрғындарының ескертулеріне жедел жауап беру маңызды екенін атап өтті. Мәселен, әлеуметтік желіге дейін жеткізбей, алдын алу шараларын қолға алу керектігі де тілге тиек етілді. Райхан Сайранбек, Роман Капылов, Сарыарқа. Екпе мәселесі. Ұжымдық иммунитет үшін Қарағанды халқының кемінде 60% вакцина алу қажет дейді мамандар. Әрі қарай тілшіміз тарқатсын. Вакцина коронавирустық инфекциядан қорғанудың жалғыз жолы екенін дәрігерлер қауымы айтып-ақ келеді. Көзге көрінбейтін індеттің қарқынын бәсеңдету Қазақстан ғана емес, бүткіл әлем елдерінің негізгі міндеті болып отырғанына көзіміз жететін уақыт болды дейді олар. Вакцинацияның ең бастапқы маңызы ол жалпы барлық адамдарда иммунитет, яғни коллективный иммунитет дейді ғой, сондай құру мақсаты. Сондықтан бізге кем дегенде 60%, жергілікті тұрғандардың 60% вакцинация өтетін болса, ол біз уже коллективный иммунитет бар деп айта аламыз. Екпе алдым деп карантиндік шектеулерді назардан тыс қалдыруға болмайды дейді ақ халаттылар. Себебі вакцинадан кейін де вирус жұқтыру қаупі толығымен жойылмайды екен. Бірақ екпемен күшейген иммунитет індетті жұқтырған күннің өзінде оның салдарын жеңіл өткереді дейді.
Олар күнделікті теледидар қарайды, статистиканы көреді. Мына күнделікті аурудың өршіп келе жатқанына қарайтын болса, содан қорқынышты нәрсе жоқ деп ойлаймын негізі. Себебі сіздер ғана емес, үйде жақындарыңыз бар, ата-аналарыңыз бар. Солардың бәріне үйдегі адам жауапты деп ойлаймын. Сондықтан бұл вакцинация мәселесінде именно білікті мамандар тыңдаған дұрыс болады негізі. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы вирустан қайтыс болғандардың арасында екпе алғандар жоқ деп мәлімдеді. Мы мониторируем ежедневно. Күн сайын бізде коронавирустың ауыр түрімен ауыратын науқастар арасында өлім жағдайлары тіркеледі. Кеше 6 жағдай тіркелді, ал аптасына 25-30 адам қайтыс болады. Өлім жағдайларының арасында вакциналанған адамдар жоқ. Бұл вакциналанбаған азаматтардың санаты. Дәрігерлер вакцина жеке бас қауіпсіздігі үшін ғана емес, өзімізді қоршаған адамдардың да қауіпсіздігіне аса қажет екенін басып айтты. Әсіресе кейінгі күндері коронавирусты жұқтырғандардың саны рекордтарды бұзып жатқаны баршамызға мәлім. Ерек Нарын, Мұрат Төкенов, Зарина Зулпхар, Сарыарқа телеарнасы. Аймағымызда кесел кеуледі. Өткен тәулікте Қарағанды облысы бойынша тағы да 941 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған расталды. Мұндай мәліметті санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті мәлімдеді. Ал 100 мың тұрғынға шаққанда дерттің дендеу көрсеткіші 4251-де 3-ті құрады. Оның ішінде ауру белгілері бар науқастар 73,1%-ға жеткен. Айдалық симптомсыз вирус тасымалдаушылар 26,9% көрсетіп отыр. Бүгінгі таңда Қарағанды облысында коронавирус індетінің ілмегінен ілінген 60,575 жағдай тіркелген. Айта кетейік, өңірімізде коронавирустық инфекция бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақты емес. Жалпы аймағымызда өткен аптамен салыстырғанда аурушаңдықтың 25%-ға өсу байқалған. Қоғамдық көліктерде санитарлық талаптар сақталама. Карантин кезінде автобусқа мінген жолаушылар бетперде киіп арақашықтықты ұстанама. Мұны Қарағандыдағы мобильді топ өкілдері рейд барысында анықтады. Бұл Кеншілер мәдениет сарайы аялдамасы. Бұл жерден автобустар барлық қалалық және қалааралық бағыттарға қатынайды. Мобильді топ мүшелерімен жергілікті полиция қызметінің өкілдері таңғы сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін кезекшілік етті. Олар қоғамдық көліктердегі бұзушылықтарды анықтауда. Санитарлық эпидемиологиялық қызметкерлерінің мамандары ол жаңағы кісілерге айыппұл салына ма, салынбай ма, әрі қарай өз құзыреттерінде. Рейд барысында 45-ші автобус жүргізушісі мен кондуктор бетпердесіз екені анықталды. Оларға хаттамалар толтырылды. Жүргізуші енді санитарлық талаптарды ұстанатынын айтты. Бұл бұзушылық болған жағдайда ол жаңағы бұзған кісілерге ескерту жасалады. Егер ескерту орындалмаған жағдайда айыппұл салынады. Мониторингтік топтар өз жұмыстарын жалғастыра бермек. Айта кетсек, 2 тамызда 520 нысан тексеріліп, 10 бұзушылық анықталды. Халық қарапайым маска тағуды қойған. Мобильді топ өкілдері тұрғындардың әлеуметтік жауапкершілігі төмен, салдарынан сырқаттанғандар өршуде дейді. Бұған қоса қалада мерекелік шаралар ұйымдастырылып, демалу орындарында, жағажайларда жұмыс істеп тұр. Райхан Сайранбек, Ернұр Жомарт, Роман Капулов, Сарыарқа. Ел егемендігінің 30 жылдығы қарсаңында атқарылатын шаралар жөнінде брифингте айтылды. Брифинг спикері облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы Ерлан Құсайын экономиканы көтеретін және тұрғындардың рухын асқақтататын рухани шаралардың тізімін айтып берді. Тілшіміз тарқатсын. Ерлан Құсайын әуелі тәуелсіздік алғаннан бері облыс көлемінде жеткен жетістіктер жөнінде айтып өтті. Әсіресе өндірістік аймақтың экономикалық ахуалы баяндалды. Одан кейін 30 жылдыққа құрылған жоспарлармен бөлісті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай облыстық іс шаралар жоспары әзірленген болатығын, бұл жоспарға барлығы 187 іс шара енгізілді. Жоспарды іске асырудың барлық кезеңіне халықаралық деңгейде 5 іс шара, республикалық деңгейде 6 іс шара, облыстық деңгейде 13, қалалық және аудандық деңгейде 160 іс шара жоспарланған. Сонымен бірге оқиғалар қатары әр ай бойынша 12 тақырыптық бағытты қамтиды. Облыстық ордалы 30 іс атты арнайы жоспарда құрылды. Бүгінгі күнге осы жоспарға сәйкес жұмыстар жүйелі түрде атқарылуда. Биыл ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен дауылпаз ақын Қасым Аманжоловтың да 110 жылдық мерейтойы тұспа-тұс келіп отыр. Ішкі саясат басқармасының басшысы ақынның үйі ашылатынын мәлімдеді. Тағы бір ауыз толтырып айтарлықтай үлкен жақсы жаңалық. Бұл осы ақын мерейтойы аясында қазан айында Қарағандының қақ ортасында Қасым үйінің ашылуы дер едім. Бұл
тек қана зиялы қауым өкілдері үшін ғана емес, жалпы барша қарағандылықтар үшін, қала қонақтары үшін үлкен бір мәдени, рухани орталық болатындығы сөзсіз. Ұлт көсемі Әлихан Бөкейханның 155 жылдығы да тиісті деңгейде атап өтіледі. Мәселен, Ақтоғай ауданындағы Шабанби ауылдық округінде тарихи тұлғаға арналған ескерткіш бюсті ашылады екен. Одан бөлек, былтыр қоғамда көп талқыланған Октябрь ауданын Әлихан Бөкейхан ауданы деп өзгерту мәселесі де айтылды. Тағы бір ерекше айта кететін оқиға, көптің көкейінде көптен бері жүрген қаламыздағы Октябрь ауданының атын Әлихан Бөкейханның есіміне беру мәселесі. Бұл мәселе де биылғы жылы өзінің оң шешімін тапты деуге болады. Алдағы ұлттық санақ жұмыстары аяқталғаннан кейін ел тәуелсіздігінің мерекесі қарсаңында толықтай аяқталатын болады. Бұл игі шара қарағандылықтар үшін ғана емес, жалпы Алаш баласы үшін үлкен айтулы оқиға, бабалар рухына деген үлкен құрмет деп есептейміз. Сонымен қатар Талды тарихи археологиялық паркіне экскурсиялық турды әзірлеу, туристік нұсқаулықты дайындау жұмыстары қолға алыныпты. Ұлт-ясы Ұлытауда да Жошы хан тарихи мәдени кешенін мемлекет басшысының қатысуымен ашуды жоспарлап отыр екен. Ерік Нарын, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы. Жезқазған қаласының абаттандыру шаралары ажарын аша түсті. Шаһардағы саябақтар қайтадан қалпына келтіріліп, көркі келісті. Соның нәтижесінде демалыс орны тұрғындар мен балалардың көңіл сергітіп, серуендейтін алаңына айналған. Көркейген өңірдегі келісті өмір келбетімен әріптесім Жанбота Рахметолла танысты. Жезқазған қаласындағы саябақтардың да сәні келісіп, аумағы шайқалған жасыл желекпен көмкерілген. Ал Наурыз саябағының аумағы 67 мың шаршы метрді құрайды. Саябақтың жауапты қызметкері Әсет Әбіліп жұмыскерлермен бірге қураған ағаштарды қиып, қалдықтары тап-тұйнақтай қылып тазартыпты. Көптен бері қарастырылмаған, дұрыс жиналмаған. Осыны біз биыл біраз сухостойларын, мусорларын қаншама әр жеті сайын біраз қоқыстарын шығарып жатырмыз. Қураған ағаштарды кесу және тірі талдарды суарып өмірге келтіру. Жетісіне 3 күн суарылады. Өзіміз саябағымыз үшін таза болу үшін жұмыстар атқарыла береді ары қарай. Бұнымен де тоқтамаймыз. Олар жалпы көлемі 100 тоннадан астам қоқыстарды сыртқа шығарған. Әзірге саябақта 18 адам тынбай жұмыс жасайды. Еңбекқор мамандар 2000-нан аса көшеттердің түбін әктеп, бекітілген кестеге сай суарады. Саябақты қалыпқа келтіруге қалалық қазынадан 15 миллион теңге қарастырылған. Біріншіден біз демалыс орнына жақын жерде тұрамыз. Маған саябақ өте ұнайды. Су бұрқақта оның ерекше сәні де келіседі. Балалар үшін айрықша алаңқайда орнатылған. Мұндай көркем көріністер балалардың көзқарасының қоғамдық ортада да дұрыс қалыптасуына ықпал ететіні кәміл. Жезқазған қаласының тұрғыны Амангүл Түскеева үшін саябақ күндіз көлеңкесінде саялайтын, ал кешкілік серуендейтін орынға айналып үлгерген. Ол жыл санап шаһардың шырайы кіріп келе жатқанын айтады. Күнде мынандай суару жұмыстары жүріп жатыр, тап-таза саябақ. Демаламыз, тынығамыз, жақсы. Әкімшіліктің жұмыстарына ризамыз. Жасыл желекпен жайқалған саябақта 3000-ға жуық ағаш бар. Оларды тәжірибелі мамандар үнемі күтіп баптайды. Демек, мысты өңірдің әлі көзілестірме жылдамдықпен көркейіп, ажары айнада етіп ашыла беретіні кәміл дейді жалпақ жұрт. Жанбота Рахметоллаұлы, Жайнат Дәуітжанұлы, Зарина Зұлпықар, Сарыарқа телеарнасы арнайы Жезқазған қаласынан. Балқаш қаласында туризмтің серпінмен түлеудің тиімді тетігіне түсті. Өткен жылы мысты өңірге 80 мыңнан астам саяхатшы келген екен. Осылайша, Көкше көлдің жағалауындағы туристік кластер дамыту оң жолға қойылған. Таза суға сүңгіп ойымен бойын сергітіп, сергек сезініп жүрген туристермен әріптесім тілдесті. Балқаш қаласының өркениеті өрлеп, туризмі төрлеп келеді. Бұған соңғы жылдар өңірге саяхатшылардың ептеп емес көптеп келгенін дәлелдейді сала мамандары. Бір ғана мысал, Мысты шаһарға биыл 9000 қатарда туристің табаны тиіп, теңдессіз тынығыпты. Туристік кластер бойынша айта кететін болсақ, Балқаш қаласының турист жаңағы демалыс аймағы жылдан жылға емес, күннен күннен дамуда. Шет елдерден оны көрші мемлекеттеріміз бар, Ресей Федерациясы, айта кететін болсақ, Қырғызстан Республикасы. Сервистің жақсы дамуына көп үлес береді. Яғни келіп жеткен қонақтарға жақсы жағдай жасап беру бірінші міндет. Және қазір карантин шараларға байланысты бұл кісілер жаңағы көлдің жағалауы жұмыс істемейді.
әсіресе кейінгі жылда ішкі туризмді дамытуға қатты көңіл бөлінуде. Қазыналы қалада туризм құлашын кеңге сермегеннің арқасында кәсіпкерлікке де кең өріс ашылды. Бүгінде Балқаш көлінің жағалауында түгелдей стандарт талаптарына жауап беретін 9 демалыс орны бар. Солардың бірі Барковская атты келісті кешені. Мұнда туристерге тиісті жағдай жасалынған. Келген қонақтардың көңілдері жай, қызмет көрсету сапасы соған сай. При входе сначала проверяем статус по ошибке. Бізде барлық карантин талаптары қатаң сақталады. Меймандар әлеуметтік арақашықтықты мейлінше ескереді. Ашық қосымшасы арқылы адамдар әрдайым тексеріледі. Әрі олардың күнделікті температурасын өлшейміз. Күніне 3 рет тазалық шарасы жүргізіледі. Барлық аумақта антисептиктер қойылған. Онымен адамдар қолын залалсыздандырады. Әсіресе жаз мезгілінде мұнда еліміздің әр өңірімен қатар көршілес елдерден келетін саяхатшылардың саны бір сейілмейді екен. Әйтсе де санитарлық талаптарды бұлжытпай орындау туристер үшін басты кезектегі үрдіс болып қалыптасқан. Все на высшем уровне. Сервистің сапасы жоғары деңгейде екенін өзім Қарағанды қаласынан ауысында келдім. Жақсы дем алып жатырмыз, отбасымызбен көлге сүңгіп, денемізді шынықтырудамыз. Балқаш қаласының көркейген әрі кәдімгідей жайнаған көрінісі мені қатты қуантады. Чистота, все обрабатывается. Демалыс орны керемет, көңілімізден толығымен шығады. Қонақ үйде жанға жайлы әрі салқын. Бүгін ауа райы да тамаша болып тұр. Көлдің суы өте таза. Кәдімгідей жаныңыз жадырап, серпіліп қаласыз. Бұйыртса жергілікті бизнесмендер тағы да 9 демалыс орнын салуға зор ұмтылыспен құлшынып отыр. Ал Балқаш көлі бүгінде талай туристің аңсарауатын аймаққа айналған. Қысқасы өлкеде туризм тың серпінмен түлеп, шақарға қалған туристер саны арта бергей. Жыл санап Балқаш қаласында ішкі туризм даңғыл динамикамен дамып келеді. Мәселен, былтырғы жылы Шырайлы шаһарға 80 мыңнан астам саяхатшы келген екен. Ал карантин талабы бойынша көлге туристер шұғыл шомылып дереу шығуы шарт. Өздеріңіз көріп тұрғандай, Көкше көлдің көрінісі көз сүйсіндіреді. Тап-таза тұнық суда сүңгісеңіз, бойыңызды сергітеді. Жанбота Рахметуллаұлы, Жайнат Дәуітжанұлы, Сарыарқа телеарнасының арнайы Балқаш қаласынан. Назарларыңызға рахмет. Әріптестерім дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Сау болыңыздар.